Денсаулық саласына ойыссақ, жыл басынан бері 75 адамның жүрегіне ашық ота жасалды. Отаның ең күрделі түрі өзімізде жасала бастағанына көп уақыт өткен жоқ. Дәрігерлердің біліктілігінің арқасында отаның барлық сәтті аяқталды. Кардиологиялық орталықтың қиында қауырт жұмысы туралы келесі бейнематериалымызда. Отаның ең күрделісі жүрекке жасалатыны белгілі. Оның ішінде ең аса қауіптісі ашық ота деп аталады. Яғни төсіңізді ашып, жүрекке ем жасайды. Сол уақытта жүректің жұмысын мына жасанды қан айналдыру аппараты атқарады. Яғни 3 сағатқа дейін сіздің жүрегіңіздің қызметін атқарып береді. 3 ай бұрын қала тұрғыны Мақсұт Есполовтың жүрегі сыр бере бастаған. Алғашында мән бермей жүре бергендіктен ауруы күн өткен сайын асқыныпты. Дәрігерге көрінген бойда оған жедел коронографиялық ем жасалды. Яғни шап арқылы арнайы түтікшемен оның жүрек тамырларын тазартқан. 31 күні келіп, бірден операциясын жасап, Құдайға шүкір жақсы болып кетті. Ашық қысылып, одан бері әлі қысылып нетіп атқан жоқ. Бізге сағат сайын келіп врачымыз тексеріп тұрады. Постоянно система күйіп жатыр. Мақсұт секілді жыл басынан бері орталықта коронографиялық емді 1100 адам алса, 400 науқастың жүрегіне стенд қойылды. Ақ халаттылардың қызметіне мұндағы емделушілердің барлығы дән риза. Сондай ырзашылығымды білдіріп отырып, түн демейді, күн демейді барлығы анализін алып жатыр, әр жерге апарып түсіріп жатыр. Барлық жағдайымды жасады. Келгендегідей емеспін. 5 метр жерге жүре алмай ентігіп келген адам едім. Қазір жаман емеспін, шүкір. Бүгін әйтеуір кіріп шығып жүрмін. Үйден жылап шығып едім. 2 аяғыммен кетіп ем, 2 аяғыммен тірі келсем екен деп. Шүкір осындай халге жеткізген ақ халатты абзал жандарға басшысынан бастап коллективке аналық тілегім өмірде жақсылық көрсін, дендері сау болсын. Орталықта ересектермен қатар туа бітті жүрек ақауы бар, салмағы 8 келіден асатын балаларға да ота жасалуда. Бөлімше заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Науқастарға көрсетілетін медициналық көмектің диапазонының артуы және күрделенуіне байланысты біз аритмологиямен айналыса бастадық. Салыстырмалы түрде айтсақ, мысалы 2009-2010 жылдары осы орталық алғашқы жұмыс істей бастаған кезде жылына санаулы ашық ота жасайтын болсақ, мысалы биыл осы 2017 жылдың 6 айында біз 75 науқастың жүрегіне ашық ота жасалынды. Сонымен қоса біз жаңа емдеу технологияларын енгізіп жатырмыз, күрделеніп келе жатыр. Біз өз мамандарымызды алыс жақын шетелдерге, өзің республикалық орталықтарға жіберіп, мамандандырудан өткізіп жатырмыз. Зерттеу нәтижесінде мамандар өлім жітімнің басым бөлігі қан айналым жүйесі ауруынан болатындығы анықтапты. Мәселен, 6 айда дүниеден өткендердің 55%-ында осы диагноз қойылған. Жол картасы бойынша 1,7 миллиардқа теңге қаржыға 150 бірлік құрал жабдықтар алыну жоспарлануда. Сонымен қатар жыл сайын өткізіліп жатқан скринингтің нәтижесінде осы 6 айдың ішінде 3,5 мыңнан аса науқастар жаңадан анықталып, барлығы есепке алынып, сауықтыру жұмыстары жүргізілуде. Кардиологиялық орталықта өткен жылдан бастап жүректі тоқтатпай-ақ ота жасау тәжірибесі жүзеге асырыла бастады. Орталықтың дәрігерлері осы секілді тың бастамаларды медицинасы дамыған елдерден меңгеріп жатыр. Тажмұрат Әлжан, Талғат Әлменов, Досқан Сәтбай, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.